Үйіңізде 6 айлық сәби бар ма? Онда магазиннің зиянға толы дайын пюресін ұмытыңыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, осы видеоның соңына дейін тамашалаңыз. Және де сіз осы видеода үй жағдайындағы дайын пюре жасауды үйренесіз. Ол үшін бізге алмұрт, алма қажет болады. Алма мен алмұртты жақсылап тазалап, духовканың листіне салып, жарты бокал су құямыз. Және де 200 градусқа 20 минутқа саламыз. 20 минуттан кейін алып, қабығынан тазалаймыз. Суыған соң екеуін 2 ыдысқа салып, жақсылап еземіз. Алманы да, алмұртты да қабығынан тазалап, екеуін 2 ыдысқа салып, пюре етіп, дайын болған пюрені тоңазытқышта 2 күн сақтауға болады. Мысалы үшін мен бүгін алма пюрені берсем, ертең алмұртты пюрені беремін. Баланы дәл осылай 6 айлықтан бастап тамақпен таныстырсаңыз болады. Ас болсын.